Сәлеметсіздер ме? Біз Абай облысы Семей қаласының нөмір 22 жалпы орта білім беретін мектеп лицейінің 9 сынып оқушыларымыз. Біздің топтың аты Алаш, мен Қабылкен Даржан. Абдукарим Шелбек, Алымдар Аслан. Сапарова Азат. Біздің жобамыздың аты ғарыштағы Эва-3 роботы. Ол қауіпсіздік қамқоршысы. Жер орбитасындағы спутниктер мен ғарыштар апаттарының қауіпін қорғайтын Эва-3 роботы. Оның ғарыштағы қауіпі ғарыш қоқыстары спутниктері соғылып интернет жүйелерін істен шығару мүмкін. Және де болашақта орбита тым астан жаңа ракеталар ұшыруға мешает етуі мүмкін. Бұл біздің робот, бұл бізде екі робот бар. Бірінші робот айта кетсем, бір роботта екі үлкен мотор, және де резинка, және де датчик касания. Резинка ол бізге ракетаны ұшыру үшін арналған, ал екі үлкен моторымыз ол бізде ракетаны ұстап тұратын. Екінші роботымыз ол бізде өзіміз жасаған ракетамыз. Ода екі светодатчик ол бізге цвет үшін арналған, цвет береді. Ал ультразвуковой датчик ол бізде қоқыстарды және де сынған объекттерді анықтап диспетчерға координатын береді. Қазіргі жасанды интеллект қарқын дамыған жасанды интеллект деректерді талдау. Жасанды интеллект қабілеттері объектінің қауіп-қатерін нақты бағалайды, қателіктерді азайтып шешім қабылдауын жылдамдатады. Қазіргі жасанды интеллект ғарыштық миссияларда қолданылып жүр. Қауіп тапса, роботтың әрекеті анықтау, қауіпті жағдайды сезу, есепті беру, диспетчерге хабар жіберу. Үшінші әрекет тоқтату немесе бағытты өзгерту. Диспетчерлік қызмет ерте хабарлау. Бірінші мәліметтерді талдау. Екінші басқару жүйесімен байланыс. Қауіптің алдын алу үшін ғарыш ақпараттарын басқару жүйесімен байланыс. Үшінші заңнама сәйкестендірілуі. Қазақстанның ғарыш қызметі заңнамасындағы талаптарға сәйкес келеді. Болашаққа қадам. Ғарыш қоқыстарын басқару. Прототип рөлі. Эва-3 үлгісі ғарыштағы қоқыстарды бақылау мен алдын алуда прототип. Қазақстанның стратегиясы. Қазақстан ғарыш саласындағы даму стратегиясын үлес қосу. Жасанды интеллекттің рөлі. Ғарыш қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жасанды интеллекті рөлі артады. Қауіпсіз ғарыш тұрақты болашақ. Спутниктердің қауіпсіздігі. Эва-3 роботы спутниктердің қауіпсіздігін арттырады. Апаттардың алдын алу. Қауіпті объектілерді ерте анықтап, апаттардың алдын алады. Миссиялардың табыстылығы. Ғарыштағы адамзат миссиялардың табысты әрі қауіпсіз болуына үлес қосады. Біздің жоба болашақта жер орбитасын қауіпсіз етуге арналған автоматты робот жүйесінің прототипті. Егер осындай технология дамыса, ғарыш миссиялары қауіпсізді болады. Ал бұл біздің ракетамызды ұшыртатын прототип. Егер біз датчикті бассақ, ракета ұшады. Ал бұл жасанды интеллект арқылы жасалған видео.